мұсылманның ақылары. Ақыларыңызға кірмей, көп созбай жібереміз, иншалла. Аз-аздан алып отырайық. Иншалла, бастысы біздің соған аз болса да естіп амал етуіміз ғой. Ең бірінші қандай ақысы бар? Кездескенде ассаламу алейкум сәлем беру. Екінші, шақырғанда бару. Егерде үзірлі жағдай болса, шынымен үзірге жататын болса, мәселе жоқ, бірақ шақырғанына бару керек да. Үшінші, түш көргенде ярхамукалла деп айту. Ол альхамдулилля деген кезде. Төртінші, ауырғанда халін білу, көңілін сұрау. Бесінші, қайтыс болғанда жаназасына қатысу. Ол соңғы ақысы бар. Сосын сенің атыңа ант іске асыру дейді. Бұны кейін тоқтала жатармыз, иншалла. Сосын алтыншы, насихат сұраған кезде приколға айналдырып, кекетіп, мұқатып, ананың мезірін шығарып жіберді кейбір кісілер. Келіп насихат сұрайды кейбір кісі достарынан ше. Ой, сонды да білмейсің ба сен? Бастайды да. Ой, мен андай деп жүрсем, қақсына кіріп жатырсың деген сөз екен ғой. Білгеніңше насихат айт дейді да. Насихатқа мұқтаж болып тұр екен. Өйткені кез келген адам насихатқа мұқтаж. Ол жерде келіп салмақты сұрап тұрса, оны кекетіп, сонды да білмейсің ба, мен сені сөйтіп деп ойлап жүр, жоқ. Қалай бар солай насихатты көркем түрде жеткізу керек екен. Нешінші бұл? Алтыншы. Жетінші. Өзі жоқ жерде сыртынан қорғаштау дейді. Мұсылман, кез келген мұсылман қорғау керек. Бәлкім көлігі бұзылып қалған шығар. Телефонын алмайды. Неме қашып жүрма десе, телефонның заряды отырып қалған шығар. Хабар береді ғой, уайымдама. Міне. Бұл өзі сондай өзі. Телефонын дәл кезде алмай қалады. Қосылып кетіп алып, ананы ары қарай итеріп тастама дейді да. Ақта дейді сыртынан.